Сәлем қыздар, бүгін өте керемет осындай закуска дайындаймыз. Ол үшін біздерге сыр керек болады, 2 штук лаваш, 3 штук чеснок, 3 столовый ложка майонез және листья салаты. Өте оңай, әрі тез жасалынады. Бірінші біз сырымызды теркіден өткізіп аламыз. Осындай кішкентай жағымен өткіземіз. Осыдан кейін чеснокты өткіземіз және майонезге араластырып, лавашымызды жаямызды, майонез бен чеснок араласқан қоспамызды лаваштың бетіне жағамыз. Асықпай жайып шығамыз. Асықпай жайып болғаннан кейін салатный листьямызды бетіне қойып шығамыз. Осылай әдемілеп қойып шығамыз. Жаңағы теркіден өткізген сырларымызды бетіне қойып шығамыз жайлап. Бетіне аз біз майонезімізді сеуіп, екінші лаваштың бетін жауамыз. Осылай дайын тұрғанда рулет сияқты етіп ораймыз барлығын. Осылай. Лаваш дайын болғаннан кейін жарты сағатқа холодильникке салып қою керек. Лавашымыз дайын. Оны кесіп столға қоюға өте керемет, әдемі болып тұрады. Бұлай жесеңіздер де болады, керемет дәмі. Осылай біздің лавашымыз дайын. Рахмет бірге болғандарыңызға.